Кезінде Абылай хан атамыз айтқан екен, білекке сенген заманда ешкімге есе бермедік, білімге сенген заманда қапы қалып жүрмелік деген екен. Осы тікелей біздің ұрпақтарда, яғни 21 ғасырға айтылған десек те сөзсіз. Білім мен ғылымның қазіргі таңда технологияның бәсекеге түскен заманында біздің жастар сегіз қырлы бір сырлы болуы қажет. Оның ішіндегі жастарымыздың бәсекеге төтеп берудегі қабілеттілігі, рухани дүниесінің байлығы сынды құндылықтар жастар бойына сіңіргендігіміз жөн. Рухани жаңғыру атты мақалада елбасы өзінің тарихын білетін, туған жерге деген сүйіспеншілігі мол азаматтарды тәрбиелеу, оның басты құндылықтары жастардың бойындағы үлкен алпауыт күшке ие болатын рухани байлықтары. Оның барлығын өлшенетін біліммен және ғылыммен технология екендігін атап өткен болатын. Жақында ғана елбасының сөзінден бір қанатты сөз естіген болатынмын. Ол сөзде елбасы айтты: кітап оқыған азаматтар болашақта смартфон ұстаған азаматтарды басқарады деген. Яғни неде? Білімнің барлығы кітапта жатыр дегендікте. Кітапты оқыған, кітаптан білім алған азаматтар ғана елдің болашағы. Ол біздің жастар екендігін тағы бір дәлелі десек болады.